Доктор Аида Мұхтаровна, ас үйде қандай улы ыдыстар болмау қажет? Қазіргі уақытта көпшілік адамдар мысалы алюминиевый кастрюльдер, тефлоновый покрытие мен сковородкалар қолданады. Оларды біз каждый раз тұтынған сайын ол біздің организмімізді улайтын токсиндер бөліп отырады. Сондықтан біз тамақ дайындайтын ыдысымыз бұл организмге пайдалы ыдыстар болу керек. Сол кезде біз токсиндердің көзін жоюға әрекет етеміз. Енді жалпы токсин бөлмейтін пайдалы ыдыстардың түрлеріне ол эмалированный ыдыстар жатады, шыны қазандар, мынау менде шыны қазан, бұл термостойкий деп айталады. Яғни бұл ысытсаңыз да, мысалы 180-200 градуста бұл сізге тамақ дайындап бере алады. И бағасы еще арзан болады бұндай шыны ыдыстардың. Потом чугун ыдыстар көп басымдылық беру керек. Чугун мынау сковородка и сталь. Сталь таңдаған кезде желательно 18:00 маркировкасын таңдаған дұрыс. Бірақ көп адамдарға 18:00 табу қиынға соғады. Поэтому осындай экологиялық таза ыдыстарда сіздер тамақ әзірлейтін болсаңыздар, иншаллах сіздердің тамақтарыңыз пайдалы болады. Ал керісінше жаңағыдай токсин көп бөлетін ыдыстар көп тұтынатын болсаңыздар, например, пластик, немесе жаңағыдай тефлоновый покрытие или болмаса алюминиевый ыдыстар, олар бізге тяжелый металлдардың организмімізге кіруін көбейтеді и соның әсерінен түрлі аурулардың туындауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан организмді тазалау үшін де біз ыдыстарымызға мән беруіміз керек, өйткені бұл біздің асқазанымызбен тікелей контакт болатын өнімдер. Поэтому өте қолжетімді және өте әдемі и тұтынуға өте ыңғайлы ыдыстар. Сіздерге пайдалы болады деп ниеттемін.